Бүркең ой аңсап туғыбай. Қош бол деп айтын, тағы да бірдеңе дедің. Көкен, сіз ана көне сөздерді сөздігін жасадыңыз ғой. Иә. Осы нәрсеге қалай кіріп кетіп жүрсіз, және жалпы өзі көнерген сөзді қарап жүріп не байқадыңыз, іздеп жүріп? Жақсы, енді ол былай ұзартып айтса ұзақ әңгіме. Енді қысқаша айтқанда, мына қазақ тілінде көне сөзді, басқа сөздіктің бәрі бар, осы көне сөздің сөздігі дейтін сөздік жоқ. Прозологиялық тіркестің сөздігі, синонимнің сөздігі, омонимнің сөздігі дейсің бе, бәрі бар. Диалектика, диалектология дейсің бе. Соған мынау енді көне сөздер ұмытылып бара жатыр ғой ортамызда. Осыған байланысты мен анау Шығыс Қазақстанда облыстық Дидар деген газет бар, сол газетте істеп жүрген азаматтар маған мынау Монғолиядан келген керей ағайындар қазақ тілінде бізден гөрі жақсы ғой. Осылай бір көне сөздің көмбесі деген газетімізден бір не ашсақ, Айдар ашсақ. Соған бір номеріне бір номерге 5 сөзден бола ма, 4 сөзден бола ма өстіп беріп тұрсаңыз, сіз беріп тұрсаңыз осын жауабыңызды алсаңыз деп. Содан бастадым. Соған енді ол білмейтін сөз өте көп қой енді көне сөздердің. Қай жылы бастадыңыз сонда? Ол енді 2004-те мен келдім, 2005 пе 2006. Сол жинағаннан қанша? Сонан енді газетке бере ойыңда бәрі тұрмайды ғой енді көне сөздердің. Баспаларды қарау керек, тарихи кітаптарды, баяғыда оқыған кітаптарының бәрін қайта оқу керек болды. Батырлар жырын қайта оқу керек болды. Ішінен сызып тауып алу үшін сөзді. Өстіп, сол енді жинай келе, соңында немене дейміз енді. Хобби дейді ғой. Сол әшейін өзі бірдеме қарасам, бір баспа оқысам ішінен бір көне сөз бар ма деп қарап отыратындай осындай болып кеттімді. Соған енді бір қарағанда бір кітап болып қойыпты. Жаңағы жинаған сөздер. Енді сол кітабыңыз үшін былтыр ана тіл комитеті ма сізге бір Ахмет Байтұрсынов атындағы медальді берді. Ол енді жақсы бағаланып отыр, үлкен жұмыс қой енді. Ол кітапқа неше сөз кіріп еді? Ол кітапқа бір 7000-дей сөз кірді ғой деймін. Ол сол жаңа 2006-тан бері жинаған сөздер? 2006-дан бастап ол неге дейін деген сөз. 2019 жылы мен кітапты мемлекеттік тапсырысқа бердім, 2019-ға дейін. Ал онан кейін жаңағы онымен жаңа бітіп қалмайды ғой енді. Жаңа қарап жүрген кісіге анадан мынадан көне сөз табыла береді, кезге береді, кезікке сөзді жаңағы тіркеп жаза бердім. Кітап шыққаннан кейін дәл сол кітаптың көлеміндей деп айтуға болады. Енді бір том жасайтындай сөз жинадым. Сонда бір 15 мыңдай сөз жинадыңыз ба сонда? Солай болып тариды енді келеді енді. Енді ол осыған дейінгі сөздіктерде жоғы нешеу соның ішіндегі? Енді оны дәл есеп жасағам жоқ енді. Көбі негізі тең жартысы ма жоқ дегенде бір 40% сөздікте жоқ сөздер деп ойлаймын мен. Сонда енді азайтып айтқанда бір 5000-дай сөз қосып тұрсыз ба? Әрине. Азайтып айтатын болса, екеуін қосқанда бір 5000-дай бұрын соңды білмейтін сөздер ғой. Солай болу керек енді. Біреу біледі, біреу білмейді, бірақ жаңағы еркін қолданыста жоқ адамдар. Оны қойып, қазір ол көне сөзді білгенді қойып, кәдімгі күнделікті отбасындағы сөйлеп жүрген сөздердің өзін біреу оқыған нәрсені біреу оқпайтындай заманға келдік қой қазіргі жастарымыз. Ол қазақ тілін кереметтей біліп тұр деп айта алмаймыз. Енді білетіні бар, білмейтіні бар. Бір жағы енді тұрмыс өзгергеннен кейін, мысалға бұрын біз далада жүрген қазақ едік, қазір енді қалаға кіргеннен кейін де кейбір күнделікті қолданылмайтын әдеттер бар, әрекеттеріміз бар, жаңа тұрмыстың заттарымыз бар. Соның бәрі қалғаннан кейін біраз сөз қалып қойып тұр ғой бір жағы. Қоғамымыз өзгеріп кетті, ортамыз өзгеріп кетті. Енді өзімнің ойым сол қазіргі қоғамға бейімдеп, қазіргі мына Ахмет Байтұрсынов айтады ғой өзі,
тілдің міндеті адамның көргенінше жаңағы қиялдың меңзегенінше деп ақылдың аңдағанша деп айтады ғой. Соның бәрін жеткізе білу деп. Сол қазір біздің көретін нәрсеміздің бәрі бұрынғыдай мал емес, дала емес, аспан емес. Қазір енді сол қаланың іші болып қаланың көшесі. сондықтан осы қаланың ішіндегі сөздерді түгенді керек қой деп ойлаймын енді. Осы мақсатта осыдан 1-2 жыл бұрын анау комментатор сөздігі дегенді жасағанбыз. Иә. Сол кезде сіздің сөздігіңізге тап болдық. Сөз іздеп жүріп жаңағы. Сонда бұрынғы көнерген сөздер, енді ол көнерген сөздерді сіздің көзқарасыңыз қалай екенін білмеймін. Менің ойымша ол көнерген мағынасында тұра беру керек, бірақ сол жаңарып осы заманға да келу керек. Әрине. Мына Бекжан Әбдуәли деген кісінің бір сұхбатынан естіп қалғам. Жер атаулары дейді. Бір жерден бір жерге көшіп барғанда адамдар өздерінің бұрынғы тұрған жеріндегі жер атауларын ала береді дейді. Иә. Мына Еуропаның халқы Америкаға көшкен кезде жаңағы кіші бірдеңе, кіші Англия деген сияқты сөйтіп өздерінің тұрған жерлерін ана жаққа барып қоя берген екен, көшіріп апарып. Сол сияқты біздің ауылда тұрған кездегі жаңағы жер суаттар енді мына жерге көше болып, көшенің аты болып, компаниялардың аты болып, дүкеннің аты болып келу керек бізбен бірге деп, ана жақта қалып қоймау керек деп айтқанын тыңдап қалдым. Сол ойды сөзге де жарайтын сияқты сол ой. Мысалға біздің бұрынғы қолданған сөздеріміз неге бізбен бірге қалаға көшіп келмеу керек? Неге ол далада жұртта қалып қою керек мысалы? Осы заманғы бір мағынаға ие болып, ана бұрынғы мағынасына жуық. Иә, жуық. Осындай мақсатпен мысалға біз ана айтабан деген сөзді мысалға сіздің сөздіктен алғанымыз анық есімде. Айтабан дегенде сіз жұрт көшіп кеткен ауылдың жұртында қалған ошақтың орны деп беріпсіз. Біз соны алып ана доп тепкен кезде қоятын жалғыз нүктеге соның атын бердік. Енді мысалға сол айтабанды қайдан алдыңыз мысалға? Сіздің жалпы сөздерді қалай алғаныңыз мысалдар қызық. Енді оны пәлен деп айту қиын енді. Ол қаншама сөздің ол қайсысы менің ойымда тұр дейсің. Бірақ енді көбінесе әдеби кітаптардан сол адамдар жазушылар қолданған сөз бірінші. Ойдан шығармайсыз ғой? Жоқ, ойдан шығарса қалай болады. Екінші болғанда жай қарапайым адамдарменен әр жердегі адамдармен сөйлесіп жүргенде тілінен бір ерекшелік байқалатын болып отыр ғой. Солар арқылы мысалы тауып аласың. Мысалы мен мына су жылқысы деп аңыз қылып айтады ғой, су жылқысы менен кәдімгі даланың жылқысы екеуі шағылысатын не істетін болса, үйірге түсетін болса, осыдан керемет жүйрік құлын туады дейді. Ол құлынды суын деп атайды екен. Суын. Ешкім білмейді, бірақ мен соны Өмірзақ Озғанбаев ақсақалдың адай жылқысы дейтін кітабын оқып отырғанда әңгіме кездестірдім. Осы сияқты ана жерде, мына жерде бір сөз кезігеді, сосын қуалай берсең табылады. Жоғыз деген адам енді таппай қоймайды. Ал бір жоқ табады, бір іздеп отырып басқа бірден тауып аласыз. Сосын табылмаған сөзді мен мына сөздің мұның аяғына беріп қойып отырмын, енді болашақта неге шығатын болса. Бір 20-30 сөзді мен ешқандай таба алмай қойдым мағынасын. Әдеби көркем әдебиеттерден алдым, бірақ мағынасын дөп басып айта алмаймын. Сондай сөздерде кезігетін болады. Ол есіңізде тұрған жоқ па қазір? Мағынасын таба алмай жүргендеріңізден? Жоқ, енді ол қарасақ болады. Оны іздеу керек. Ал енді былай көнерген сөздерден бір мысалдар ешқайда шықпаған сөздеріңіз бар ма? Тың сөздер. Енді мысалы жаңағы суын деген сөзді айтып отырмын. Неге? Деген сияқты ешқайда шықпаған сөз болмайды ғой енді. Ол шыққандықтан барып бізге жалғасып жеткен болады ғой. Бірақ өте сирек қолданылатын болу керек. Енді мен мысалы ашы деген сөзді көне сөзге, енді менің сөздігім болғанда көне және сирек қолданыстағы сөздер деп отырмыз ғой. Ашы деген сөз, ашы жерден сыпырып алатын ашы дейтін болады ғой. Ол жаңағы сөздікте де жоқ, адамдар да көп біле бермейді осыны. Ол не екен сонда? Ашы деген жаңағы топырақтың бетіне мысалы не жерге қақ дейді ғой. Сор ма? Сор, енді сордың түрі. Ол болғанда ашы, сор, жалақ дегендер кішкене былай жұқа болып ағарып қана жердің беті сөйтіп жатады да мал жалайды. Ал ашы деген кәдімгі борпылдап жатады, сыпырып алады. Ашы жинау, ашы сыпыру деген сияқты. Бірақ ешкім білмейді. Сөздікте оны теріс түсіндіріп қойған. Сөздікте не деп түсіндіріп қойыпты? Сөздікте мысалы
тұр, мына жерге жазып қойған сияқты. Қарайыншы. мін тұр. Ашы деген. Тартылған көлшіктер мен чилі алқаптарда көп кезігетін ауа райы жауын шашын кезінде аппақ болып жер бетіне шығып жататын сор топырақ дейді. Соры мол топырақ дейді. Негізгі мағынасы дұрыс. Бірақ ол мысалы жауын жауған бұл жауын шашынсыз кезде аппақ болып жер бетіне шығып жататын деген дұрыс енді. Бірақ жинап алатындай емес, ана жалақ ретінде. Арқар жалақ деген қазақта сөз бар ғой. Ол жұп-жұқа. Ал ана болғанда кәдім қаптап аласың, қапқа сауып алатындай осындай болып келеді. Деген сияқты мағынасын толық ашылмаған. Жалпы енді бұл сөздерді сіз бір өңірден жинаған жоқсыз, жан-жақта жинап отырсыз ғой? Енді мен енді ол Қазақстанның барлық өңірін араладым деп айта алмаймын ғой, бірақ көп адамдармен кезіктім, көп әдеби әр ненің облыстың, әр өлкенің ден шыққан жазушылардың шығармаларын оқыдым. Соның бәріне баяғы әбден миыңа сіңіп алған, мұқият қарап отырсың. Апыр мына ішінде мына сөз немене деген сөз екен деп. Сосын іздей берсең табылады деген. Жалпы енді диалектілік ерекшелік деген туралы айтады ғой кейбіреулер мысалға. Сосын бір жаман әдет бар, өзі білмейтін сөз болса ол диалект дей бар. Бірақ енді былай қарасақ, жалпы енді қазақтың тілі бір тіл ғой өзі. Иә. Шығыс мысалы енді сіз анау Баян Өлгейдің қазағы болсаңыз, мысалы Әбіштің Маңғыстаудағы Әбіштің жазған оқи бересіз ғой, мысалы ешқандай ол жерде мәселе жоқ. Ол да біздің бір мына жерде қате түсіндірілген сөздер депсіз, иә? Жаңа ашыдан басқалар қандай тағы бір мысалдар келтіріп жүрсеңіз, бұл қате түсіндірілген бұл әдеби сөздіктегілер ғой, иә? Бұл жаңағы қазақ көркем әдеби тілінің 15 томдық түсіндірме сөздігі деген бар. Ал оның ішіндегі дәйек сөздерін алып тастап, көң отырып, пәленбай жүз қанша баспа табақпен шығарған қазақ сөздігі дейтін бір кітап бар. 2013 жылы шықты ол кітап. Осы екеуі енді біреу ғана негізінен. Анада дәйек сөз жоқ болғандықтан бір кітаптың ішіне сыйысып тұр. Үш бағанамен орнатқан Назарбаев алғы сөз жазып, қазақ тілі дегеніміз түріктектес халықтардың тілінің ішіндегі ең бай тіл. Мына сөздікке 101.000 сөз кіріп тұр. Осындай біз ерекше тіліміз бай халықпыз деп алғы сөз жазған болатын. Мен басында оқып отырып, япыр мынадан халық болған сөз жоқ шығар. Немесе қатен бәрі сөздіктің несі алқасы редкологиясы ыңғайдасы жаңағы академик доктор тіл маманы ғалымдар ғой. Мынада енді теріс түсіндірілген сөз жоқ шығар деп ойлаған басында. Бірақ жаңа көне сөз іздеу барысында мұқият таныстым. Сол кезде қарап отырсам тіпті қазақтың салт сана өмір тіршілігіне күнделікті қолданысындағы талай сөзді бір мағынасын теріс түсіндіріп қойған. Оны теріс түсіндірілгенде кейбіреу теріс қана түсіндірілген емес, күлкін келеді. Енді мақсатымыз оларды біткен істі бір сынау емес, жалпы бір осыны толықтыру, осыған назар аудару мақсатында осыны бір мысалдар келтіріп жүрсеңіз. Енді мысалы айтайын мен. Аяң деген дейді, аттың, өгіздің тағы басқа жүрісі, желісі деп жазған. Жаңа түсіндіру сөзді. Ол желісі деген бір бөлек, аяң деген бір бөлек, екі бөлек нәрсе ғой енді. Мысалы қазақтың тілінде айғыр салды дейді. Айғыр салды деген жаңағы қысырақтың үйірі деген сияқты. Мысалы биені бір топ биеге бір айғыр салды. Үйірге айғыр салады ғой, қосады дейді. Қосады, айғыр қосты, айғыр салды дейді. Осыны айтады, биені қолдан қашырды дейді. Құдай ол қолдан қашырса ол жаңағы басқа ғой енді. Ғылыми негізде немене ветеринарлық тұрғыда не деп айтып жатыр. Дәрігерлердің қолдан ұрықтандыру дейді. Қолдан ұрықтандыру. Деген сияқты. Сол сияқты айтайын мен. Мысалы жерге өксеу деген сөзді бүйтіп, малдың жерге өксеуі дейді ғой енді. Мал жаңағы өзінің үйренген жеріне әсіресе жылқы, түйе жерге өксеп қашады. Сиырдың өзі. Енді сиыр қой ешкі көп қаша бермейді, аздап одарда да болады. Соны айтады.
жер көксеу дегеніміз дейді, жылқының сапарға жолға шығар алдындағы жер тарпып, жақсылығын шам білдіруі дейді. Мүлдем басқаша ол. Ал сол сияқты жұмыр жер деген, жұмыр деген сөз бар ғой, жұп-жұмыр екен дейді. Қыры жоқ деген мағына ғой өзі, негізгі мағанасы. Соны айтады, жұмыртқа сияқты жұп-жұмыр, доп-домалақ деген. Ол жаңағы жазып отырған кісі, енді ана ғылыми қызметкерлері ғой, енді қол астында дайындап отырған бе, ана ғалымдар, академиктер оған қарамай қол қоя салған ғой кітапқа деп ойлаймын мен. Сонда жұмыр деген жаңағы доп-домалаққа апарып жасастырған. Ол неден болды деген? Қазақта жұмыр жер дейтін тұрақты тіркес бар, празологиялық тіркес. Жұмыр жер, жұмыр басты пенде деген. Сосын кейін ол жазып отырған кісі ойлайды, бас домалақ, жер домалақ. Сонда жұмыр деген сөз, домалақ деген сөз екен ғой деп ойлап қалған болып отыр ғой. Бірақ жұмның бәрі домалақ негізі аға. Жұм дегеннің бәрі домалақ негізінде. Жоқ, және қазақ тілінде ғана емес, бұл түбірі жұм ғой. Жаңағы домалақтың бәрінің түбірі жұм. Мысалға жаңағы жұмырыңыз бар, жұмыртқаңыз бар, сосын жұму бар, жұдырықтың да бір нұсқасы бар, жұмыдырық деген. Сосын кішкене ыңғайсыздау сөздер бар, жұмнан басталатын. Соның бәрі жаңағы домалақ нәрселер. Және ол түркі тілдерінің этимологиялық сөздігі дегенде сол жұмға байланысты, жұмның өзі түбірі. Енді жұмыр деген сөз, жұмыр ағаш дейді. Ол домалақ ағаш емес қой, ол өсіп тұрған ағаш жұмыр болады. Басы жұмыр болады ма? Білек жұмыр екен дейді, ол алақанға, жұмғашқа несі жоқ деген сияқты. Енді ол бір жағы келеді ғой, бір жағы мағына бар ондай. Бірақ ол жаңағы солай болдырып конкретный түсіндірме беретіндей барлығына сипаты келіп тұрған жоқ қой, жаңағы айтып тұрған сөзін. Домалақ деген бүткіл нәрсе жаңағы тауықтың жұмыртқасы ұқсаған доп-домалақ екен деген түсініп алып қалады ғой біреу. Деген сияқты. Айта берсе ондай сөз жаңағы 1500 сөз. 15 сөз емес, 150 сөз емес, 1500 сөз менің тапқаным. Жаңа түсіндірмесі дәл келмейтін, дәл келмейтін. Оның ішінде жаңағы бір өрескелдерін ғана айтып отырмын ғой мен қазір. Айта берсе өте көп. Жалпы сол 101 мың сөзден тұратын сөздік деп жүргеніміздің өзінде оның бір 20% термин сөздер ғой. Термин сөздің ішінде де тіпті немене дейді, пәленпай деген сөз Уганданың астанасы деген сияқты қазаққа ешқандай қатысы жоқ сөздер кіргізіп қойған. Сөйте тұра қазаққа қатысы бар, тарихымызға қатысты нәрселер жоқ ағы сөздіктің ішінде. Ол Уганданың халқының атын не деп атайтын біздің қазақтың сөздігіне кіретіндей нәрсе емес. Сонда жағынан есептеп көрсең, 20% термин сөз болса, оның шеттен кірген термин сөз болса, сонда жаңағы 1500 сөз деген қазақтың төл сөзінің дарда елеулі мөлшерін иеленеді, пайызын иемденеді деп ойлаймын. Соны енді келесі басып шығаратын кезде сол қателерін түзеп, жаңағы артықтарын алып тастап, сосын мысалға сіз секілді кісілердің тапқан сөздерін мойындап қосып, сосын жаңа сөздер бар ғой енді біздің. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, мен ойдан шығарған жоқсыз ба дегенде, ойдан шығарған болмайды ғой деп білдіңіз ғой. Бірақ ойдан шығарған адамдарды мен көрдім. Ол жаңа терминологиялық комитет дегенде отырған кісілер кейде мынаны бүйтіп айтсақ қайтады, ол сөйтейік онда деп сөйтіп кете береді екен ары қарай. Одан ол болмайды ғой негізі. Әрбір сөздің өзінің бір ар жағында негіздемесі, бір тиянағы, бір тірейтін бір нәрсесі бар. Бір негіздеме керек. Жаңа сөзді ойдан шығаруға болатын шығар, бірақ негіздеме керек қой. Мысалы, тім түр деп жүр ғой, қиын жақсы менің көңіліме ұнады. Немене мишка деп ше ме? Компьютердің. Тім түр деген өте әдемі. Сонда ол бір жағы ойдан шығарған, бір жағы жаңағы тінтіп іздеп жүреді деген мағынасын тауып отырғандықтан болады. Әр жағындағы жұрнағы бәрі әдемі. Тінтуші деген сияқты ғой, тінтур дегенде. Енді екінші нәрсе бар, бізде ондай жаңағы термин сөздерді қолданайын деп жаңағы біреу осындай бір сөзді ұсынса, оны ешкім қабылдамайды. Ойбай, мынау балконды қылтима деп бүйтті деген сияқты әзілге айланып кетеді ғой. Ол неге дегенде біздің жаңағы баспасөзде
қазақ тілінің қалыптаспағандығы, орысшаға көп кетіп қалатындығымыздан болды. Әйтпесе, футбол деген сөзді моңғолдар аяғы доп дейді, көлбенбік дейді. Ол тіпті футбол деген сөзді ауылдың қазағы білмейтін болу керек. Көлбенбік десе біледі әгідер. Аяғы доп деген сөз. Оларда басқа тіл жоқ ана неде, информацияда оның бәсекелесіп тұрған тіл жоқ болғандықтан біреу әгіге сөйтіп жазып жіберсе, ол ары қарай қалыптасып кетеді. Ол жағынан енді моңғол деген бір бақыт халық болып тұрады. Біз енді ол жағынан не болса соны орысшамен салыстырып, сол өзімізден өзіміз ұялып, жаңағы қор санап өзіміз сондай болып қалған қиын халық болып тұрмыз енді. Ал енді ана жерде былай ғой, егер өз мына жаңадан қолданған сөз қайткенде бір оғаш құсап тұрады басында. Бірақ қолдана келе, адамдар айта келе, баспаға жазыла келе, жаңағы қабылданып сіңісіп кетеді. Жаңағы сіз айтып отырған нәрсе негізі бұрынғы президентіміз өзі жолдауында айтып, соны халықаралық дүниежүзі халықтар қабылдаған терминдерді қазақшалап тастап, күлкілі қылды деп, жаңағы ішінде қолтырауында кетті, оның мұражайда кетті, қаншама тәуір тұрған сөздерге тиісті ғой. Онда енді біреулер сол идеяны тықпалады мысалы. Содан кейін ол халыққа сіңе бастады жаңағы сөздерге күлу. Сондағысы жаңағы халықаралық деп отырғандары орысша мен ағылшынша ұқсап тұрса, соны орысшасын ала салу сондағысы. Мысалға музей мен музейм деп тұрса, соны музей деп ала салу деген сияқты. Енді ол туралы айтып кетсек қазір ұзақ. Ұзақ кетті. Ауыр тақырып бір. Жаңа сіз айтып отқан кезде есіме түсіп кетті, ана Дихан Қамзабек деген кісі бар ғой. Сол айтады, Қытайға барған кезде мені таныстырды дейді, сахнаға шығаратын кезде. Сонда Қазақ ұлттық университетінің проректоры Қазақ емес, Еуразия ұлттық университетінің проректоры Дихан Қамзабек деп таныстырған кезде дейді, не Қазақстан деген сөз жоқ дейді. Сол күйінде ше, не Еуразия деген сөз жоқ дейді. Не университет деген сөз жоқ дейді, не проректор, басқа бірдеңе айтты. Қазақша жоқ. Дихан Қамзабек, енді біз ойлаймыз ғой, университетте ағылшынша, орысша университет десе, біз университет десе, әлем университетте өтеді деп ойлаймыз. Еуразияда солай сияқты ойлаймыз ғой. Олай емес, қытайлар әр сөз өзінше айтады екен жаңағы. Бірдеңе Дихан Қамзабек деген жерін ғана айтқан ғой. Соны айттым дейді, жаңа сөздердің бәрі қайда, анау қайда отырған кезде мысалы. Енді шығыс халықтары өзінше өмір сүреді, біз жаңа айтқанымыздай сол орыс пен ағылшынды ұқсатып аламыз да, сосын соның үшін орысшасын алып алып, сонымен біз өзімізше өркениетті болғандай болып, өз-өзімізді алдап енді ары қарай өмір сүріп жатқан халықпыз ғой. Томдыққа жаңағы 15 томдыққа кірмей қалған сөздер деп мысалдарыңызды айтып жүрсеңіз. Енді ол да неді жаңағы көнесі бар, осы заманда қолданыстағысы бар. Олардың өз неден жаңағы теріс түсіндірілген сөзден де көп. 3000-дай сөз болды ғой деймін, шамамен. Деген кірмей қалған сөздер. Енді баяғы бір кітапқа дайындап қойып отырмын. Енді мен мысал келтірейін. Мысал қазақта ауыл қонды деген сөз бар. Ауыл қону, жақын қону деген мағына. Осы сөз жоқ неде? Тіркестер ғой бұл, тіркес. Сосын осы жерде бір нәрсе айта кетейін. Мына сөз дегенде бір сөз ғана емес, көбінде сөз тіркесі. Бір ұғымды білдіретін тіркес. Әсіресе екі сөзден аспаған, екі сөзден үш сөзден аспаған сөз тіркестерін обязательно алдық. Ал енді сосын мына Байынқол Қалиев дейтін ағамыз бар ғой, профессор доктор. Ол кісі де мына кірмей қалған сөздерді көптерді. 3 том кітап шығарды ол кісі. Ол кісінің сөздерінде жаңағы туынды сөз өте көп. Туынды сөздерді береді. Ал мен тек қана түбір сөзді ғана беріп отырмын. Немесе тіркес. Бір ұғымды білдіретін тіркес. Енді жаңағы айттым, ауыл қонды дегенді. Қазір ауыл қонды дегенді де білмейді қазір жастар. Ауыл қону деген жаңағы не деп сөздік әуел берілген болу керек. Екеуі қатарласып келу деп жұлдызбенен, үркерменен айдың қатарласып келу деген мағына деп. Олай емес, ауыл қону деген жақын келу. Алғашқы күні ай ауылы қонады, екінші күн тоғайды,
тоғаған жаңағы бірінің тұсына бірі келген. Үшінші күні ағып өтеді дейді. Озып шығады ары қарай. Үркер алдына түсіп кетеді деген сияқты. Мысалы атқа шапқандай деген сөз бар. Әжептәуір, әдемі, жақсы деген мағына ғой енді. Ол сөз жоқ. Ат қысыр деген сөз бар. Ат қысыр деген. Мүлдем қысыр. Ешқандай не жоқ. Деген мағана. Сосын мына шоқтық деген сөз жоқ бол. Шоқтық дегенде мына жылқының шоқтығы болғанда ана жал шоқтықты туралы жоқ. Шоқтығынан қаңтару деген сөз бар. Шоқтық дегеніміз енді оның несі ғой енді арқаның іші ғой енді неме тұрғысында, сүйек тұрғысында, ет тері тұрғысында. Ал енді оның шоқтық дейді, соның үстіне өсіп шыққан, ол өзі ұзындау болып келеді. Ана басқа жалдан гөрі ұзындау болады шоқтықтың үстіндегі жал. Шоқтықтан қаңтару деген аттың тізгінін аппаратта жаңағы шоқтыққа бүйтіп байлап тастайды, еңкей алмайды. Сонда шоқтық деген сөз жоқ. Шоқтықтың жаңағы жал шоқтық жоқ қой? Иә. Шоқтық жал демей ме? Ондай сөз жоқ. Шоқтық жал. Шоқтық жал дегенде сөз білмеймін мен естімеппін. Айта бер. Мысалы садыра деген сөз бар. Мал үйірі деген шағын дәулет дегенді білдіретін. Ол сөз жоқ. Енді мысалы не деген сөз бар? Қайырхан деген мысалы ненің несінде шығады. Мұхтар Әуезовтің Қарагөз пьесасында ма? Қайырхан деген сөз бұл Моңғолда да бар, Қазақта да болған. Тәуба деген сияқты бір шошқанда ма, сиынғанда ма айтатын сөз. Оның кейін енді ол арғы тегі Моңғолдан кірген сөз. Бірақ қазақ кең қолданған. Қадырғали Жалайырда да бар не деген сойырғал деген сөз бар. Сойырғал деген үлкен Тарқан деген сияқты атақ. Сойырғал берген деген әдеби шығармаларда кезігеді. Ілияс Есенберлинде де бар. Осы сөз жоқ мысалы. Ал моңғолдың тілінде ол сойырғал деген жаңағы мемлекеттік сойырғал дейді. Сойырғал деген сөз. Сондай моңғолдың тілінде сол күй сақталып қалған, біздің тілімізде кірмей қалған. Ең болмаса сөздікте де жоқ дейсіз. Сөздікте жоғын айтып отырмын ғой. Ал енді оны қайтайын, мен ішім ашитын жері жаңағы сол сөздікте мама деген орыс сөз тұр. Қазақ сөздікте, қазақтың түсіндірме сөздігінде мама деп жазып қойған. Шешесі деген мағанада сөз деп. Енді ұмай ана деген сөз жоқ. Маманы жазғанша сонда ұмай ананы жазу керек шіркін деп ойлаймын. Енді ондай сөздер көп енді, әсіресе көне сөздерде. Мысалы, қырдасын деген нәрсе болады. Киізді бүйтіп, ана үй жапқанда киізді нәрсе тіккенде, қиып алғанда бір жіңішке түсіп қалған қиындысын қырдасын дейді. Ол сөз сөздікте жоқ. Ол енді қазір өндіріске бәріне керек сөз ғой? Мысалы, термин болатын сөз ғой. Мысалы, ендірме деген сөз жоқ. Кірме басқа жақтан келген адамды бұл ендірме дейді. Ел ішіндегі ендірме ғой деп айтады. Ол сөз жоқ. Аяғың ұшу дейді. Пәленпайдың аяғың ұшасың сен мына қалпыңмен жүрсең дейді ғой қазақ. Жоқ ол сөз. Деген сияқты айта берсе ол. Аяғың ұшу не ме? Аяғына жығылу емес қой? Жоқ. Аяғың ұшасың дейді. Енді сөзбе сөз мағынасы болғанда жығылуға келетін шығар енді ұшу деген. Мағынасы сол ғой? Жоқ, аяғың ұшу деген пәлемге ұқсап кетесің деген сөз. Сол ұқсап, сен де біреу бір нәрседен пәлеге қалған болса, сен де соның аяғың ұшасың. Сондай боласың деген мағына білдіретін сөз. Деген сияқты енді. Енді жаңа моңғол тіліндегі сөздерді айтып болдыңыз ғой. Моңғол тілін өзіңіз де білетін секілдісіз. Өткенде бір Махмұд Қашқариді қарадым дедіңіз ғой. Университет моңғол тілінде бітіргендіктен ақыры білеміз. Жоғарғы білімді моңғолша алдыңыз? Иә, жоғарғы білімді моңғолша. Иә, Махмұд Қашқари. Сол Махмұд Қашқариді оқып отырсам, моңғол тілінде қазір бар сөздер, ортақ сөздер көп екен деп қалдыңыз. Сол туралы айтыңызшы, сол туралы. Енді мұны былай ғой. Моңғол тілі мен қазақ тілінің жаңағы туыстығын,
бірінен бірі шықты ма, жоқ туыстас тіл ме дегенге байланысты ғылым саласында әлі жаңағы тұжырым жасалған жоқ. Әлі дауласып келеді дүниежүзінің ғалымдары. Біреу өйткен екен, біреу бүйткен екен дейді. Мынау немене тарихи сыпаты жағынан қарастырғандар көбінесе ол мынау қазақтың тілінен шыққан дейді. Түрік тектес тілден шыққан дейді моңғолдың. Ал кейбіреулер қатар өмір сүрген жаңағы туыстас ағайындас тіл деп айтады. Алтай тілдер тобына жатады ғой енді былай ғылыми тұжырым. Алтай тілдер тобына жатады. Ол түркі моңғол сосын тұңғыс манжур болып үшке бөлінеді деп айтады. Ал қазақ тілі түркілердің ішінде қыпшақ тобынан шығып отырғандықтан енді бір қарасаң алыс ұқсап көрінеді. Екінші қарасаң өте жақын тіл болып отырған. Енді бұл моңғол тілінің түбін түсіріп зерттеген кісі Базылхан Бұқатұлы дейтін ағамыз болды. Моңғолияның кісісі ғой, осында келіп атамекенге келіп қайтыс болды. Сол кісі де енді дөп басып мынау қазақ тілінен шықты моңғолдың тілі, немесе қазақ тілі моңғолдан шықты деген енді пайым айтпайды. Дегенмен дейді, қазақтың тіліндегі неден кірген, парсыдан кірген, арабтан кірген, орыстан кірген деген сияқты сөздерді алып тастап, моңғолдың тіліндегі Қытайдан кірген, санскриттен кірген, Тибеттен кірген сөзді алып тастап, екеуін салыстыратын болсаң, екеуі бір тіл деймін. Бір 40% бола ма, 60% деймін, 40% деймін. Бір-ақ тіл дейді. Сондықтан енді қалайда оның мен не ғалым емеспін, мынадан шықты деп дөп басып мен де айтпаймын. Бірақ зиттеп отырған жоқпыз оны. Бірақ жаңағы ұқсас сөздер өте көп. Ұқсас емес, түбірлес сөздер. Ал енді қандай сөздер бар? Сосын жаңағы сен сұрап отырған мынау ғой. Бұл не Махмұд Қашқаридың сөздігін әкеп тіре бассын ғой. Сонда қарап отырсам менің бір таңғалған жерім, моңғолдың қазіргі сөйлеп отырған ауызекі тілінде бар қолданыстағы сөз. Махмұд Қашқаридың кітабында тұр, пәлен сөз. Тердім мен тағы да. Мен тапқаным бір 100 қанша сөз шығар деген сияқты. Әлгі қазақ тілінде бірақ жоқ. Мысалы мен айтайын, бұл моңғолдар арақ ішіп чатақ шығаратын кісіні аксим адам дейді. Аксим табық дейді. Чатақ салу деген мағына. Дейді, осы қазақтың тілінде неге аксим деген сөз жоқ екен деп ойлаймын мен. Сөйтіп жүрсем, не ғой деп. Бұл қазақ жаңағы мұсылман дініне кіріп кеткен арақ ішпейтін болғасын осы сөз бізде жоқ қой десем, аксим деген сөз сол қалпы Қашқаридың сөздігінде тұр. Ал моңғолдың тілінде қазір күні бүгін керектенетін сөз. Сол сияқты көшкі деген сөз бар. Біздің неден келген, Моңғолиядан келген ағайындар айтады, үйдің сыртындағы қабын көшкі дейді. Ол моңғолдан шыққан переде шымылдық, бір нәрсеге жауып көрсетпей тұратын, іш жағын көрсетпей тұратын нәрсенің бәрін көшкі дейді. Содан алып көшкі дейді сүйсек, біз моңғолдан алуын алдық қой, енді оны мойындаймыз. Бірақ дегенменен біз қазақ тілінде сөйлеп жүрекеміз ғой. Көшкі деген қазақ сөз екен ғой деген қорытынды жасадым. Қашқарида тұр ма? Қашқарида көшкі деген тұр, шымылдық перде деген маған. Деген сияқты енді. Ол мысалы дәл қазіргі түрік тілінде қандай екенін білмеймін. Осы заманғы түрік тілінде. Түрік тілінде ол Осман түріктерінің тілі, Стамбул түріктерінің тілі деп бір кезде екіге бөлініп кетіп, бұлар Зия Көгалып дейтін кісі көп жазды осы жөнінде. Соңынан айту қайтадан жаңағы бір қалыпқа ресми тілге айналды ғой. Сонда бірақ қанша бар жоғын ана сөздер көне түрік тілінен, мен Махмұд Қашқариден қарап отырмын, қазіргі тілде бар ма жоқ па білмеймін. Көне түрік тілінде сый тарту беру дейміз ғой біз. Орысша подарка деп жүрміз, подарка жасау. Соны берік дейді. Көне ненің тілінде. Түрік тілінде берік дейді.
Ал моңғолчада берік. Ол Махмұд Қашқаридың түрік деп отырған мына түрік емес қой, бірақ ол. Ол 10-шы ғасыр, 11-ші ғасырда жазды ғой Марш. 11-ші ғасыр. Өздерін өздері түрік деп атап алғандар кеше ғой. Ал енді бірақ айтып отырмын ғой, қазіргі түрік тілінде ол бар ма жоқ па мен білмеймін. Мысалы ердім деген сөз бар. Көне түрік тілінде ғылым, білім деген сөз. Білім. Моңғол тілінде ердім деген білім деген сөз. Ердім деген сөз бар. Ердім деген асыл тас. Асыл тастарды ердім деп атайды. Ол Махмұд Қашқарида бар, қазақта жоқ. Моңғол қазір ердім дейді. Қазір қолданып жүр. Қолданыста. Бір сөзді жазып қойыпсыз. Бұлардан бұл не сөздер еді? Сөз жазып келген сөздеріңіз. Оларды айтып жүрсеңіз. Енді мысалы мұнда зоғдыр деген сөз, ненің чудасын, түйенің чудасын зоғдыр дейді моңғолдар. Көне түрік тілінде зоғдыр дейді. Не деген сөз бар? Илбін дейді екен. Ол да Махмұд Қашқарида ма? Тек Махмұд Қашқаридан алып отырмын ғой мен. Басқа енді көне түріктің тілін мен білмеймін ғой. Көне түрік тілінде илбін дейді екен. Қазір моңғолдар илбі дейді, сиқыр дегенді. Сиқыр дегенді. Сол сияқты мысалы сүрік деген сөз, малдың табынын сүрік деп атайды моңғолдар. Қазақта да бір жерде мен естіп қалдым, кімнің сөз сандықтан көрген екен ғой, бота ертіп сүрікке, асыл тұқым үлекке деген бір сөз көрдім. Осы сөз қазір қазақ тілінде жоқ, сүрік деген табын деп айтамыз біз. Соның мысалы несі сүрік, ол көне түрік тілінен, түріктен келе жатқан тіл Махмұд Қашқарида тұр. Моңғол күні бүгін мал сүрік дейді, мал десе болды, сүрік деген сөз ілесіп жүреді, қос сөз болып кеткен әуелі. Деген сияқты айта берсін сөз. Айта беріңіз. Ладно, енді басқа не? Ердім дей ма? Қайсы? Жоқ, ердім деген жаңа айттым. Ердім деген. Мысалы, андығайлық деген сөз бар, ант беру деген. Қалай андығайлық? Андығайлық дейді. Ант етті. Андығарды түрік тілінде, көне түрік тілінде андығарды дейді. Моңғолша андығайлып дейді. Қазақша ант беру дейді. Біз анау анттасып достасқандарды анда деп айтады деп Мағауин қолданады ғой. Ол өз алдына бөлек. Бірақ енді осы болып тұр ғой. Ол да бар. Осыдан шығып тұр ғой. Солай болу керек. Анттасқан дос деген мағына. Анда дейді, анда. Анда деген. Ол да анда деген моңғолдың тілінде андын нәйзі дейді. Ең жақын досын мені ұста андын нәйзі деп айтады. Дейді. Қазір моңғол тілінде бар сөз. Мысалы, неменен қоржынды көне түрік тілінде боқты дейді екен. Моңғолша боқшы дейді. Боқша деген сөз бар қазақта, боқша. Енді оған келеді. Ескірген сөздердің боқша деген сол. Енді мен қазіргі моңғол мен қазіргі қазаққа ұқсас ортақ бір кейбір сөздерді өзімше тапқан болдым. Моңғол тілдерінің этимологиялық сөздігі деген кітаптың ішінен көргенім. Мысалға дүрбе деген сөз бар екен, халқада дүрбе деп айтады екен. Жаңағы сасқалақтау деген сияқты, қашу деген сияқты мағына дейді. Дүрбе деген сондай бар ма? Біздің дүрбеленгеніміз сол ғой. Сол дүрбік дейді моңғолдар. Үрку деген сөзді моңғолша дүрбік дейді. Дүрлігу, дүрбелең. Мына не қазір қазақ тілінде тұйық етістік дейміз ғой, тұйық рай деп. Біздің заманымызда тұйық рай дейтін ана у жұрнағы бар емес пе? Мысалы қашу, бару, келу деген сияқты. Осы моңғолдың тілінде қыл болып кетеді. Дүрбік. Егер ескі моңғолдың мақамын жасасаңыз, дүрбеку болады. Қазақша дүрбу. Дүрлігу ғой бізде. Моңғолша дүрбік. Сонда екеуінде де арғы көне заманда жаңа тұйық етістік у емес ху болған. Моңғолда у түсіп қалғанда қысы қалған. Бізде қыс түсіп қалу. Бізде қыс түсіп қалу у қалған. Сосын ар жағы түбірі бірдей. Қалмақта, халқада да бүт дейді екен. Буряттарда бүте дейді екен.
бірдеңені іске асыру деген сияқты мағынада. Бізден де айтады ғой, мысалы, не бітіріп жүрсің дейді ғой. Не бітіріп жүрсің дейді, бітіргенің қайсы дейді деген сияқты. Ол анау бірдеңені аяқтау деген мағынада емес, бір жұмысты істеу деген мағынадағы ар жағында бір көмескі мағына тұр ғой, мысалы, не бітірдің дегенін ше. Сосын мысалға бүку деген бұх дейді екен халқалар, біреулер бұхы дейді екен, бәрі деген мағынада. Біздің бүкіліміз ғой енді, бүкіл. Бүт дейді бізде кейбір жерлерде сол бүкіл. Сосын бажа деген кәдімгі бажа мағынасында бар екен. Баз дейді. Басқаша айтады екен, қалмақтар баз дейді екен, біреулер база дейді екен. Мына моңғол халқаларда да бар ма? Бар. Баз дейді. Соны база дейді екен біреулер. Сосын бір сөз тап, қалмақтарда бар дейді, әрә деген сөз бар екен. Біздің әрең. Сөз әрең деген бар. Ол неде де бар? Қалқада дейсің бе? Бұл қалмақта бар. Қалмақта ма? Қалқада да бар. Арай шырай дейді. Арай еділдеген келе тегіле деген сияқты. Арай деген сөз ол қалқа тілінде де бар. Әрең деген сөз ғой. Не, арай. Әрең деген маған. Енді біз бала күнімізден түркі халықтары деген кезде тек қана бізден оңтүстікте және бізден батыста жатқан халықтарды ғана ойладық қой. Түркі халықтар десе қазіргі егемендігі бар, мысалға Өзбекстан, Қырғызстан, түркітектес халықтар, түркі тілдес халықтар деген кезде Түркияға дейінгі халықтарды ойлаймыз да. Бірақ мына бізден солтүстікте, бізден шығыста, солтүстік шығысымызда жатқан түркітектес туыстас ар жағымыз бір халықтарды зерттегенде жоқпыз әзірге. Сақа, Евен, Күппәден түгіден. Алтайыңыз бар, сосын анау. Алтай тілеңгіттер. Мына батыс, енді Алтайыңыз 20-шы жылдарға дейін Ойрат автономиялық республикасы болыпты мысалға. Жаңа Тываңыз бұрын Уранхай автономиясы болып жарияланды мысалға. Сосын осы Монғолияға барған кезде естігенім, халқалар бар екен, сосын халқадан бөлек батыс моңғол тайпалары деген бар екен, оның ішінде Дүрбіт, Торғауыт, Қошауыт баяғы аталарымыз соғысқан жоңғарлардың ұрпақтары жүр екен мысалға. Енді олардың да тілінде бізге ұқсас нәрсе өте көп. Сонда кезінде бірге соғысып бір тілде сөйлеп жүрген халық болдық па? Қайсы одан кейін ары қарай жаңағы мысалы халқаға батыс моңғолдар барып сіңіп сол сөздерді ала барды ма? Кім біледі не болған, қалай болған жаңағы оны. Ол енді бір дауласатын тақырып қой, соны зерттеп жүрген адамдардың арасында дау болатын тақырып, және оны ешкім жеңбейтін шығар енді. Октябрь айда мажынаның алғы оданжа кирер болғаша оттап чаран малмағанша халдар, жорттар оң біле чергелестір көбідеп тұрар. Бөй деп өлілер ұлғады берген оғылдарын аңдағанға өреде өгілей болғаш, қадатқы чоран малмағанны балығылап ұзытқап тұрар. Енемнің қонықанын көрзім, жүрегім сыстап тяжымағат, қонықпай сөйлеп түрігер, қызарға еженіп омоқ болығар. Енемнің айтқан сөздерді санамнан шықпай жүрекке салынған, енемнің ару, ағару қолдары мені тяжыдып тяжына сөндірген. Менің сөгім Қыпчақ, мен Алтай. Қыпчақ сөгті, Қыпчақтар бар ғой? Жоқ қой? Ағанды сөөк қой? Сөөктер қандай? Монғыш сөөк, базағанды сөөк. Dokterga familiar emang. Olmuşku sözü. Bazagan sözü. Uğula. Bazagan sözü. Olmuşku. Күжігі? Оржақ. Қалай да енді мысалы жоңғар соғысы жылдарында енді 300 жылға жалғасты ба дей болды. Сонда ол екі халық жаңағы талай бірін бір атып жауып тұтқындап ұстап жаңағы Абылайдан бастап апарып тергеп, Абылай соның алдында барып өстіп шешендік айтып, мен сөйттім, сен бүйттің деп тұрып деген енді аңыз әңгімелер айтады ғой енді. Абылай сөйтіп айтқан екен кім. Ешқандай онда немене тұрған жоқ. Ортасында тәржімашы, аудармашы адам тұрған жоқ. Қайткенде сол кезде мен түсіністі деп ойлаймын. Екеуінің тілі өте жақын болды деп ойлаймын. Сосын мына қос сөздердің екінші сыңары қалмақша болып келеді деген бір теория бар ғой. Бала шағаның шағасы моңғолша деген сияқты сол туралы ойыңызды білесіңіз? Жоқ.
келмей ме ол? жоқ, қос сөздердің екіншісі ол көбінде енді екінші тіркесі мағынасыз болып жеке тұрған мағынасы болады деп айтады ғой. Мысалы жаңағы шаға деген сөздің өзі ол керісінше өзбек тілінен бізге кірген сөз екен. Сол сияқты моңғолдан да кірген сөздер көп болу керек. Ол жағын енді мен бір Қатын қалаш дегенде қалаш деген сияқтыларды естігемін сол. Сонда ол да мысалы қалаш дегенде де моңғол сөз емес. Онда енді бірақ біреулер таратып. Бірақ ондай сөздер бар. Ойласақ шығады енді. Қазір дәл мына сөз осындай екінші тіркесі немене деп айта алмаймын. Бір сөз ойыма келді. Өлім жітім дейміз. Қазір біз өлу жіту, өлім жітім деп. Сол жітім деген сөз жеке тұрса бізде мағына бермейді. Көне моңғолдың тілінде де қазір де қолданыста бар, бірақ қазір сирек қолданады. Жітік деген не деген бейнет көру деген мағына береді. Азап көру деген. Ол іздей берсе, ол екінші қос сөздің екінші сөзі моңғолша білетін сөзде көп табылатын шығар, бірақ мен ойламаған нәрсе екен, жаңағы жалғыз сөз ойыма түсіп отыр. Сонда көне моңғол тілі деп жатсыз ғой, сонда қазіргі моңғол тілі мен көне моңғол тілі екеуі екі басқа ма? Жоқ. Ол екеуінде почти не мақамдық қана айырмашылық бар. Енді ол бірақ жаңағы тіл деген енді жанды организм деп жүрміз ғой, ол өсіп жетіледі деп қазіргі моңғолдың тілі соның ішінде ресми тілін неменеге апарып көне моңғол тілімен салыстырып екеуі дәл мынандай бірдей екен деп айтуға келмейтін шығар. Бірақ негізгі сөз бірдей. Тек қана мақам ғана бөлек. Мақам ол кімнің ықпалынан өзгерді екен сонда? Ол жалпы мынау қазіргі халқа, қазіргі Моңғолияда бар кейбір дыбыстар жоқ қой бізде, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, моңғолмен екеуінің ортақ мысалы Ц, В, Ч, Х дегендер өте көп қолданылатын тілде. Сол бір не келіп қосылды ғой негізі. жоқ, ол әлде ол бұрыннан бар дыбыстар ма өздерінің? Бірақ бізде жоқ ғой. Ц, Ш деген сияқты нәрселер ол баяғы біздің қазақтың тіліне әкеп, жаңағы қазақтың алфавитіне 42 болдырып 26 дыбысты 46-ға жеткізген сияқты. Жаңағы орыстың әсерінен болған нәрсе деп ойлаймын. Бірақ олар сөйлеп кетіп тұр ғой. Кириллица. Өте көп қана дыбыс. Шыққын сөйлеген кезде ана дыбыстар көп қана кісілерде. В көп, Х көп, Ч көп. Жоқ, ол Х деген ол басқа неге қатысы жоқ. Мен ойлаймын, мына қазақты қазақ қылып тұрған Қ деген әріп деп. Бізден басқа осы қырғыз бен қазақтан басқа Қ деп мына жерден айтатын халық жоқ сияқты елестейді. Мен білмеймін ғой бәрін дегенменен. Ал моңғолда Қ деген әріп жоқ. Ода Х деп қана мына жерден қана ақырын ғана айтады. Х деп. Халық қазақ деп айтқысы келсе қазақ деп айта алмайды. қазақ не деймін, бер жағынан айтады. Сосын өздерінің бір лымалысы бар. Сондай өзгерістер болу керек олар. Өздеріне ғана тән біраз дыбыс бар, неден ол бір лыма, рыма бірдеңені басқаша айтады. Ылт дей ма, бірдеңені айтады. Ылт дей ма? Білмеймін. Лыма қайсысын басқаша айтады? Бізге қарағанда лын айтады. Жалпы, лын айта алмайды, иә? Моңғолда ырдан басталған сөз жоқ. Ырдың басына аны қосып алады. Ла деген дыбыс бар ма? Ла. Лын айта алмайды ой ме, ланы? Алды дейсің ба? Ла бар ма? Кәдімгі ал ше, ал. Жоқ, алды айтады енді. Алды басқаша айтады бірақ. Енді алдан кейін Х дыбысы келетін бір Лхагу дейтін, мысалы кісінің аты. Лхагу дейтін. Сондай бір ыл менен Х әрпі екеуі қатар келгенде бір бөлек мақаммен Лхагу сүрін дейді. Біз айта алмаймыз оны. Айта алмайды оны. Қазақ адам айта алмайтын сондай бір. Өздеріне ғана тән. Енді оларды анау негізі ар жағымен салыстырып зерттеп көру керек шығар. Тұңғыс манжур анау ар жақтағы халықтармен салыстырып зерттеп көру шығар дыбыстарды, бірдеңелерді. Жалпы енді не ғой енді ненің көне моңғолдың тіліменен қазіргі моңғолдың тілін ешқандай қазіргі моңғолдың тілін білмейтін өзінше ғалым болып жүрген адамдар жаңағы не дейді, өздерінше томпышып
ойбай ол моңғолдың қазіргі шыңғысханның заманында моңғолдар көне моңғол тілінде сөйледі, ол қазақ тілі болатын, қазақ тіліменен міне жақын болатын. Ал қазіргі ана қалқадар моңғолдар ресми тілі ол ана Манчжуриядан кірген деген сияқты нәрсе айтады. Құдай-ау, осы сөзбе сөз жаңағы Бәзілханның баласы ана Нәпіл дейтін ғалым азаматымыз бар. Сол моңғолдың құпия шежіресін басынан бастап аяғына дейін сол кездегі несіменен, транскрипциясыменен, қазіргі моңғолшасыменен, қазіргі қазақшасымен аударып шықты ғой. Сонда қарап отырсаңыз, ешқандай қазіргі моңғолдың тіліменен, қазіргі көне моңғолдың тілі екеуінің ортасында жаңағы мен айтып отырған мақамдық қана айырмашылық болмаса, ондай жаңағы құпия шежіре енді ол не ғой. Ең біздің бетке ұстар дәлел келтіретіндей жалғыз кітап 1240 жыл шыққан, жылы жазылған моңғолдың құпия шежіресі ғой. Одан бұрын Рашид әд деген ғана бар. Басқа одан кейінгі жазылды деп жүргендердің бәрі бізге дәлел бола алмайды. Өзінше дау айтады ғой, ол кісілер жаңағы тек қана қытайшасы сақталған, моңғолшасы жойылып кеткен деген сияқты айтады ғой. Мен ол тақырыпқа кіре қоймаймын, білімім жетпейтін болғаннан кейін. Қытай өзгертіп тастаған дейді, өтірік айтады оның бәрі. Тағы бір таңғалатыным осы анау күлтегін жазулар бар ғой. Сол жаңағы Баян-өлгей Улан Батырдың бер жағынан табылған екен, тура Улан Батырға 50 шақырым жерден табылған екен. Жоқ, 300 шақырым ба? Бұлғын деген аймақ бар, Бұлғын аймағының жерінде. Сол Улан Батырға, Баян-өлгейден гөрі Улан Батырға жақынырақ. Иә, солай. Енді сол жақтан да біздің аталарымыз ана жақта жүрген болса сол уақытта. Ол енді соның неше пайызы қазіргі моңғол ұқсайды екен мысалға. Ол да бір қызық, мысалы тасқа жазып тастаған. Оны қазір біз түсінеміз. Оны ол енді алдымен еті туралы айтайын мен. Ол енді жаңағы шығыс түркі күлтегеннің құрған мемлекеті. Енді ол моңғол тұтастай осы күлтегеннің мемлекеті болды ғой енді. Ар жағында жаңағы тауғаштар дейді, Қытайдар жатты. Ол кезде моңғол деген жаңағы атау жоқ, ішінде жүрген шығар. Жаңағы орталық Моңғолия, не болғанда, біздің керейлер болғанда, ана Керулен өзенінің жағасында, моңғолдың шығысында жүрді мысалы, деген сияқты. Ол кезде жаңағы түрік тектес халықтардың, жаңағы күлтегеннің халқының деп айтайықшы енді. Тең жартысы сол жақты ғой, түрік екіге бөлініп кетті ол кезде. 1500 жылдары ғой енді. Біздің заманымыздың 600-700 жылдарға дейін. 500 жылдан бастап 700 пәлен-пәлеге келіп аяқтайды. Ал ол кезде де түріктің енді бір жартысы жаңағы мысалы осы Орта Азияда немененің Батыс Түркқа. Қазіргі Батыс Түркқа қарады деп. Қазіргі Украинаға дейін анау жаққа. Қырғызым бар жаңағы бар. Бүткіл соның құрамына кіріп тұрды ғой. Сол кезде қалыптасқан сөздер болып тұр ғой бұның бәрі. Сонда ортақ сөздер сол жақта да. Бірақ жаңағы көне түрік тілімен салыстырғанда недегі жазуды, Күлтегеннің ескерткішінің басындағы жазуды ол жаңағы 700 жылда жазылған болып отыр ғой, 7-ші ғасыр ғой, 600 бір нәрсе. 7-ші ғасырда жазылды. Сонда ал 13-ші ғасырда жазылған моңғолдың құпия шежіресі екеуінің ортасында дардай айырмашылық бар. Ана неден көрі, құпия шежіреден көрі біз нені еркін түсінеміз. Күлтегенді. Еркін демей-ақ қояйын енді. Түсінеміз. Күлтегеннің басындағы жазуды түсінеміз. Сұлу қызын көң қолды, мықты жігетін құл қолды деген сияқты. Бай қалқым, шығай қалқымды бай қылтым деген сияқты. Сонда сөз қылдым деген, мысалы қылтым деген сияқты ғана. Бір баяғы мақамдық қана өзгеріс бар. Басқа нәрселер, әуелі мен сипырларына дейін салыстырып көрдім. Ана немене моңғол ұқсамайды. Ол кезде жаңағы кішкене
бізге күлтөген жазуының жақындығы артықтау. Моңғол мен енді қазақтың тілі бірінен бірі шықты деуге келмейтін жерінде осы да бір дәлел болатын шығар деп ойлаймын. Бірден бірде шығу мүмкін емес қой. Оған дейін анау сөйлемей отыра ма не істейді мысалға, ол болмайды ғой. Аяқ астынан қалай басқаша сөйлеп кетеді дегендей енді өзінше. Жоқ енді олар бүйтеді ғой, бір халық екі халық болып кетті де, екі тілде сөйлеп кетті деп айтатын болып отыр. Енді ол жағынан енді былай шындық, енді былай қарағанда жаңағы Моңғолия қазақтары мен Қазақстан қазақтарының арасында айырмашылықтар болады. Мысалы кейбір сөз сол сияқты сөйтіп ажырай береді ғой енді мақсат түгелі. Бірақ бір-бірінен шықпайды ғой қалай болғанда да. Иә. Түбі бір бала. бәлейін заманда бір болған шығармыз, кейін ақырындап. Енді біздің қазіргі мақсатымыз сол жаңа сіз зерттеп жатқан көнерген сөз болсын, сирек қолданыстағы сөз болсын, керек болса диалект сөздер болсын, мысалға бізге диалектінің үш түрі бар деп айтатын еді баяғыда. Біреуі жаңағы тайпалық кезден сөйлеп отырған сөздер, мысалға бір ауылдағы адамдар бұрыннан сол жерде тұратын болса, бұрыннан сол сөйлеп келе жатқан кейбір сөздерін сақтайды ғой. Сосын екіншісі кәсіби сөздер, мысалға мына аралдағы қазақтар өздерінің балық аулайтын сөздерін білетін болуы мүмкін, басқа қазақ оны түсінбеуі мүмкін деген сияқты. Үшіншісі жаңағы көрші тілден келетін сөздер. Осы алғашқы екеуін сақтау керек деп оқытқан кезінде біз. Солардың өзі жаңағы сирек қолданыс болсын, көнерген сөз деп әкелесіз бе, мысалға сіз барсыз, басқа кісілер бар, сөйтіп әкеп, содан кейін оны өз мағынасын сақтай отырып, бағана сөз басында айтқандай, екіншісі соны жақын ұғымына қарай жаңартып, мыналардың бәрін атып қойып, мысалға енді сөйтуіміз керек қой енді. Қаладағы тілді бүтіндеуіміз керек. Сондықтан сіздің істеп жатқан жұмысыңыз негізі өте маңызды деп ойлаймын. Сіз енді екіншісін жинап қойдым деп жатсыз, ана жақтан 1000 қате тауып қойдым деп жатсыз. Мына ғылыми ортамен байланысыңыз бар ма енді олар? Сізді бір тілеулес былай серіктес деп қарай ма, әлде бәсекелес қауіпті адамдарға кіріп кеттіңіз ба? Жоқ, мен енді жаңағы қазақ тіліндегі көне және сирек қолданыстағы сөздердің сөздігі деген небәрі жинағанымның жартысы ғана бір кітап болып шығып отыр ғой, 400 қанша бет, 500-ге де толмайды. Басқа танитын біреулері сонымен таниды. Мен ешкім білмейді деуге болады. Ешкім танымайды. Мен ғылыммен айланысқан адам емеспін. Тек қана әгіндей жолмен қана япырау мынау қазақтың осындай сөз қалып бара жатыр екен ғой мына деген сияқты. Тіл жан ашыр ғана демесе, мен бір тіл ғылымының саласын несіне түсіп, артынан түсіп жүрген, ол салада үлкен бір білімі бар адам емеспін. Сондықтан мен танитын адамдар өте аз. Мен Құдайға шүкір, жаңағы сөздігім арқылы ғылым және жоғары білім министрлігінің бөлім меңгерушісін істеп жүр ғой қазір ана Ербол Тілеш деген азамат. Сол кісінің көмегімен шықты. Сол кісі біледі, сол айналадағылар жаңағы мені аздап білді. Осы арқылы жаңағы Ахмет Байтұрсынов атындағы төс белгіні биыл табыс етті. Енді аздаған таныстығым соғана болу керек. Басқа таныстығым да жоқ. Мен ешкім оны жаңағы дайындап қойған кітаптарым, жаңағы айтып отырмын, сөздік 2 том болып шығуға болатын еді, көне сөздік. Жаңағы қазақ тіліне түсіндірме сөздікке қосымша бір кітап дайындап қойдым. Анау Асылбек Байтанов дейтін азамат бар. Екеуміз бірігіп моңғол тілінің, моңғол қазақ тілдерінің түбірлес сөздерінің сөздігін жасап қойдық. Бірде біреуін енді осы заманда ақшасыз нәрсе бітпейді. Ешкім бұлай мемлекеттік тапсырысқа берсең, бір кісіден бір кітап жылына кіргізеді. Оның өзі пәленбай моңғол Қазақстанында жазушылар одағының мүшесі немене 500 адам бермеді, 1000 адам бермеді. Оның бәрінен бір кітап түсетін болу керек. Сондықтан ол да еленбей қалады көбінде. Айту 1000 жоқ болды деймін қазір. Сөйтті ғой деймін. Сонда сонда шығаратын жаңағы өзіңнің ақшаңменен, өзіңнің қаржыңмен шығармасаң, кітап шығаратын жол өте азайып кетті. Ол үшін жаңағы біреумен тамыр таныс болып, сол жоғарғы ақша ұстап отырған адамдармен болмаса, кітапты шығару мүмкін емес. Сондықтан кітап шықпай жатыр. Кітап шықпай болса ешкім танымайды. Ал өзің бастыруға болады. Әрине бір несін, жаңағы сөздіктердің біреуін.
бірақ сен көп болса 500 дана бастырасың, одан артыққа сенің ақшаң жетпейді. Ол 500-ің кітапханаға да жетпейді, оқырманға да жетпейді деп ойлаймын. Осындай. Енді Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой, бір сөз керек болса, бір ұғымға бір сөз ат қою ғой, жаңа термин керек болса, ондай кезде бірінші қазақ тілінің өзінің іздеуіміз керек дейді. Алдымен өзін іздейді. Одан табылмаса түркі халықтарда іздейді дейді, болмаса орыс Еуропа сөздерін қазақ тіліне бейімдеп алады содан дейді. кейін барып ал дейді. Ол бірақ алғанда өзіңе бейімдеп ал. Бейімдеп ал дейді. Және де оның төртінші қылып қасына қосып қояды. Қасына қазақ тілін қосайық дейді. Қазақша бір сөз. Енді ол енді совет кезі болып тұр ғой. Ана орыс Еуропа деп орыс сөзін төзім тағатын біліп тұр да. Соны бейімдеп алғанның өзінде тағы да бір қазақша сөз берейік, халық өзі таңдап алсын деп. Әбден ана есік терезеден бәрін бітеуге тырысады, ол сырттан сөз кіргізбеуге тырысады. Кейін Әзет Төреқұлов айтады ғой, қазақ тілінің мүмкіндігін сарқа пайдалану керек деп. Сарқа. Сосын оны кейін кімді айтады? Әбдуәлі Қайдар айтады. Бірінші қазақ тіліне алуымыз керек, сосын түркі тілдерден қарау керек, сосын барып орыс Еуропа сөздерін бейімдеп алуымыз керек. Және Әзет Төреқұлов және де парсы, араб парсы тіліне арнап пішкен ережеміз дейді. Орыс Еуропа тілдерінен жарайды дейді, жаңа солай бейімдеп алуды айтып тұр ғой енді. Бұл деген енді керемет нәрсе ғой, тілдің бұрыннан келе жатқан өзінің басқа тілдерден жұтып келе жатқан өзінің қуаты бар еді ғой. Соны енді өкінішке қарай тоқтап қалды. Енді соны қайтадан жалғастыру керек қой деп ойлаймын. Ол енді парсы бар, оның ішінде орыс та бар, өзіміз қаласақ та қаламасақ та қазір айтып жүрген сөздердің кейбіреуін бейімдеп тығуымыз керек, енді кіргізуіміз керек. Сол сияқты батыс моңғол тайпаларының тілдерінің ішіндегі олардың түркіге жатқызатын ғалымдар көп екен. Оларда мысалы тываны түркі халықтарының тіліне жатқызатын, және олар өздері де кезінде 26 жылы келіп айтқан дейді ғой, түркі халықтарының съезі болғанда Бакуде біз негізі түркі халқына жатамыз деп, түркі тілдеспіз біз деп. Сол жақтағы қаншама сөздерді алып жұтып қазақ тілін байыту керек қой деп ойлаймын. Осы бағытта енді сіздің істеп жатқан жұмыстарыңыз өте құнды ғой деп ойлаймын. Тоқтамаңыз, шаршамаңыз. Ғылыми орта сізді бір олжа көріп, сіздің сөздеріңізді айналымға енгізіп, тез біреу сөзін сөйлесе аузың ұшып бара ма деген сияқты. Ол енді біреудің жұмысын тегін істеп беріп жатсыз негізінде. Сондықтан олар сізді сөйтіп қабылдайтын шығар деп ойлаймын. Айтам деп келіп қалып қалған сөздеріңіз болса айтып жүрсеңіз, ойларыңыз болса. Жоқ енді. Біраз жерге барып қалдық қой. Бүгін осы да болатын шығар. Рахмет. Мүмкін япырау осы нәрсе неге айтылмады деген сияқты бір енді ерекше маңызды нәрсе қалып қалып жатса тағы көрерміз артынан. Жақсы. Бүгін емес шығар. Жақсы. Жақсы.